Сәлем достар, Асылжан асханасына қош келдіңіздер. Бүгін картоп пен кәді қосылған құймақ дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен картоп пен кәдіні блендердің көмегімен сатып аламыз. Егер блендер болмаса, ет тартқыштың көмегіне жүгінсеңіз болады. Қалған көкөністің үстіне аскөк, қаймақ, ұн, жұмыртқаны қосып, блендерден өткіземіз. Жұмыртқалы массамызды қалған көкөніске қосып, дәміне қарай тұз, бұрыш салып, жақсылап араластырамыз. Құймақ қаймақ тәріздес қою консистенцияда болуы тиіс. Қызып тұрған майға бір ас қасық қимақтан салып, екі жағынан қызартып қуырып аламыз. Артық майынан арылу үшін қағаз майлықты пайдаланыңыз. Осымен біздің тез әрі оңай жасалатын картоп пен кәді қосылған құймағымыз дайын. Құймақ өте жұмсақ болып шығады. 5-ші айына таптырмас тағам болып келеді. Сіздермен бірге болған Асылжан, астарыңыз дәмді болсын.